күнделікті қаланың шуынан, газынан, әлеуметтік желіден, кісі көптіктен шаршасан, өстіп анда-санда қаланың 15 минуттық жерінде осылай кез келген бағытта шықшы, осылай жүрші. Қараш, Алла тағала адамды осындай табиғатпен бірге өссін деп жаратты ғой, Біз өстіп жер бассын, өстіп таза ауаны жұтсын, мына самал желді сезсін, осындай ақшақардай бұлттарды көрсін, Қарыңыздаршы, құстардың әні, тоғайлардың желден шуылдағаны қандай рахат, Адам тәнімен, денесімен де рахаттанады. Мен анда-санда өстіп қосшыға шығып тұрам. Мүмкіншілік болса қалада да осындай бір шаралар болып тұрса шығып тұрам. Іске сәт досым, осылай анда-санда бір демалып тұр, мотивация аласың, энергия аласың, Өмірге деген жаңа құлпынысын ашылады. Өмірге деген өзінің махаббатын ашылады, өз-өзіңді сүйе бастайсың. Қараңыздаршы, қандай тамаша, осының өзі бізге қазір таңғаларлық қой. Бірақ адам осындай жаратылды ғой, осындай табиғатта өссін, осындай жерде жүрсін, жермен қатынасы үзілмесін деп. Біз өзімізді әкеп анандай үйге, көп қабатты үйге тығамыз. Мынандай мотивация алудан, мынандай энергия алудан өзімізді өзіміз түрме сияқты үйлерге қамап қойдық. Жарайды, іске сәт, осындай видеоға лайк бас, сақтап қой, коммент жаз. Мотивация алып тұрасың, тағы осындай жақсы видеолар салып тұрам.